Саламатсыздарбы студенттер, бүгүнкү сиздер менен өтүлөтүн жана тақырып бул волейбол добун берүү техникасын жетилдирүү. Волейболда добун берүү, пас берүү, яны шабуулду уюмдаштыруунун негизги элементи және команданын табыстылыгына тикелей асер этеді. Допто дурус және дәл берүү командаластарына шабуул жасауга мүмкүндүк береді. Ал сапасыз берүү шабуулду кыйындатады, ұпай жоготууга әкелүүгө мүмкүн. Сондықтан добун берүү техникасын жетилдирүү ар бир волейболчунун маңызды міндеті болуп табылады. Допто берүү техникасынын негизги элементтери, яны бул жерде дурус позиция, яны допто берүүчү топтун келетін траекториясын дурус багалап, топтун астына тез әрі ыңгайлуу позицияга чыгуу керек. Аяктар ыйык ениндей ашык, тизеси бөгүлүп, дене алга эңкейтилип, салмак аяктын ушуна да болуу керек. Экинчиси колдун орналасуу. Допты жогорудан берүү кезинде колдун саусактарды допты устайтындай ышпырыш жасап орналасады. Бас бармак пен сук саусак көз деңгейинде болуу керек. Допты төмөндөн берүү кезинде билектер бири-бирине тийип, колдар түзүү болуу керек болуп табылады. Үчүнчүсү доппен жанасуу. Допто жогорудан берүү кезинде саусактар допты жумсак уштап, колдарын козгалысы менен допты бактайды. Допто төмөндөн берүү кезинде билектер доптун жанасып, аяк пен дененин күчү допка бериледі. Дененин козгалысы. Допты берүү кезиндеги бүкүл дене жумуш истейди. Аяктар серпилис берип, дене допты багыттауга көмөктөсөт. Допты берүү кезинде дененин тепе-теңдигин сактоо маңызды болуп табылады. Келеси бизде көзбен бакылоо, яны допты берүү кезинде доптун траекториясын көзбен бакылоо және доппен жанасуу сәтин анык көрүү кажет болуп табылады. Дәлдик. Допты берүү кезинде командаласын ыңгайлуу позициясына дәл багыттоо керек болуп табылады. Допто берүү техникасынын жетилдирүү адистери, яны бизге керектүү жаттоолор, булар жеке жаттоолор кабыргага допты берүү аркылуу жасоо, яны кабырга допты жогорудан және төмөндөн берүү аркылуу дәлдикти арттырууга болот. Экинчи, допты абада уштоо. Допты жогорудан және төмөндөн бере отуруп, допты абада узак уштоо аркылуу сезимталдыкты дамытуу. Бизде одан кийин жұптык жаттоолор, качтыкта доп берүү, яны эки оюнчу арасында ар түрлүү качтыкта доп берүү аркылуу дәлдикти және күчтү реттөөгө үйрөтүү. Козгалыста доп берүү. Оюнчулар козгалыста бола отуруп доп берүү аркылуу жылдамдыкты және шеберликти арттыруу керек болуп табылады. Келеси бизде топтук жаттоолор, 3 оюнчулук жаттоого, 3 оюнчу бири-бири менен доп берүү аркылуу шабуул комбинацияларын пысыктоо. Одан кийин толук командалык жаттоого, команда толук курамда жаттоо аркылуу оюн жагдайында доп берүүдө үйрөнүү. Визуалдуу жаттоолор касибий оюнчулардын оюндарын көрүү, касибий волейболчулардын доп берүү техникасын көрүү аркылуу үйрөнүү және шабыт алуу. Өз оюнун талдоо, яны өз оюнуна видео түшүрүп, кателиктерди аныктоо және буларды түзөтүү болуп табылады. Теориялык билим, яны доп берүү техникасы тууралуу китаптар менен макалалардан окуу, жаттыктыруучу менен кеңесүү және онун кеңестерин тыңдай билүүбүз керек болуп табылады. Психологиялык дайындык керек болуп табылады. Арине сенимдилик, өз күчүнө сенүү және ар бир допты берүү кезинде сенімді болуу. Концентрация, оюнда толук назар аударуу және алаңдамай доп берүүгө дайындалуу. Және төзүмдүүлүк, кыйын жагдайларда сабырлуу болуу және кателиктерди мойымоо. Допто берүү техникасын жетилдирүүгө арналган кеңештер, жалпы бул кеңештерге келетін болсак, турактылык жаттоолорду үнөмү жасап туруу және доп берүү техникасын кайталоо. Сабырлык, доп берүү техникасын жетилдирүү үчүн убакыт пен төзүмдүүлүк кажет болуп табылады. Талдоо, өз оюнун талдоо және кателиктерди түзөтүү. Максат, доп берүү кезинде накты максат коюу және оған жетүүгө тырышуу.
көңіл көтеру, волейболды сүю және жаттығулардан ләззат алу керек болып табылады. Мысалы барлық осы жерде келетін болсақ, мақсат, мысалы мақсат бұл әрине волейбол ойында бірінші кезекте ол командамен бірінші жеңіске жету. Командалық спорт түрлерінде мысалы жеке мақсат деген ол көп болмайды, жеке жетістік дейміз ғой. Бұл жерде ең көп жетістік бұл командамен бірге жұмыс жасап, командамен бірге жеңіске жету болып табылады. Талдау, өз ойынын талдау және қателіктерін түзету. Бұл жерде видео арқылы дедік, одан кейін жаттықтырушымен дедік. Әртүрлі мысалы видеолар арқылы жасауға болады. Өз қателіктерін көре білу, өз қателіктерін мойындай білу бұл спортшыға тән қасиеттердің бірі болып табылады. Сабырлыққа келетін болсақ, бұл жерде әрине барлық спорт түрінің өзінің қиындықтары болады. Сол қиындықтарды жеңе білуіміз керек болып табылады. Ол тек қана қиындық, мысалы жарақаттан да болуы мүмкін. Сол жарақатты алған кезде де сабырлық таныта отырып, ары қарай жаттығуларды жалғастыру керек болып табылады. Жаттығуға мысалдар келтіретін болсақ, жоғарыдан беруді жетілдіру, қабырғаға қарсы тұрып допты жоғарыдан дәл беруді жаттығу. Мақсат допты белгілі бір нүктеге дәл түсіру болып табылады. Жұптасып әртүрлі қашықтыққа тұрып допты жоғарыдан дәл беруді жаттығу. Екінші, төменнен беруді жетілдіру. Қабырғаға қарсы тұрып допты төменнен дәл беруге жаттығу. Мақсаты допты тұрақты биіктікте ұстау. Жұптасып әртүрлі қашықтықта тұрып допты төменнен дәл беруге жаттығу жасау керек болып табылады. Үшіншісі, қозғалса беруді жетілдіру. Ойыншылар алаңда қозғалып жүріп допты бір-біріне беруді жаттығу. Үш ойыншы бір-біріне допты тезекпен беруді жаттығу, үш бұрыш жасау арқылы. Жалпы осындай жаттығуларды жасау арқылы болады. Бұл жерде бірінші және екінші жаттығуды үйде істесек те болады. Бұл жаттығуларды қабырғаға қарсы тұрып жаттығу жасауға болады. Мысалы сабақ барысында немесе жаттығу барысында сіздің осындай кемшіліктеріңіз болса, жоғарыдан немесе төменнен қабылдау кемшіліктеріңіз болатын болса, соны үйде ары қарай жалғастырып нығайтуға болады. Қорытындыға келетін болсақ, волейболда доп беруді техникасын жетілдіру ұзақ және тұрақты процесс болып табылады. Дұрыс жаттығулар, теориялық білім және психологиялық дайындық арқылы әрбір волейболшы доп беру шеберлігін жоғары деңгейге көтере алады. Допты беру шеберлігін команданың шабуылын ұйымдастыруға және жеңіске жетуге көмектеседі. Жалпы сабақтың басында айтқандай, бұл пас беру, яғни барлық нәрсені шешеді. Мысалы шабуылды дұрыс ұйымдастыруға да шешеді. Подача берген кезде қарсыласқа ыңғайсыз подача берсең, ұпай алып келеді. Осының барлығы жалпы допты дұрыс беру техникасына жатады. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тақырыбымыз осы.